1929 жыл Қызылорда қаласында Ахмет атамыз тағы да түрмеге түседі. Ары қарай каторгада айдап жібереді. Сол кезде мынандай өлеңде бар екен: қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарғасқаны атқаны, маған кейін осылардың бәрінен өз ауылының иттері деп қапқаны деп. Яғни бір ашумен жазған екен өлеңді. Енді жалпы бұл өлеңге келетін болсақ, жазу себебі Ахаң сол түрмеге түскеннен барлық жақындары қуғынға ұшырайды, сотталады. Сонымен бірге бұл кісінің балалары жабылады, асыранды балалары Қазихан мен Алмауыт. Соның ішінде ауыл милициясы бар, белсенділері бар, жиналып осы екі баланы ұрып, қуалап, ақыр соңында аттың құйрығына байлап өлтіреді. Екі бала қайтқаннан кейін шыққан өлең ашумен, яғни ауылдастарына ренжіп. Сонымен бірге Шолпан мен Самат деген баласы бар, асыранды Ахаңның. Бірақ ол екеуін жаңа қазанның астына жасырып, ауылдағы елдер аман алып қалған екен. Одан кейін Шолпан мен Самат фамилиясын өзгертіп аман қалған десті. Осындай жаңалықтар да бар. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар, рахмет.